Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия Мерей және біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің жаңа видеомыз осы суды тап деген болады. Яғни біздегі бұл угадай вкус дегеннің екінші бөлімі болып тұр. Алдыңғы видеода біз сіздермен бірге угадай вкус напитков тоже осылай және де чипсылардың да дәмін істеген болатынбыз. Бұл жолы бізде жаңа напиткалар. Және де біз тағы шоколадтардың дәмдерін тапқан болатынбыз. Бізде бұл сонда 4-ші час болады, бірақтан именно осы соктардың табуынан 2-ші час. Бұл видеода біз жаңа түрлерін арнайы таңдап алған болатынбыз, видеода болмағандарын. Және де қарасаңыздар, бізде бұл жерде ешқандай видеомызда ішпеген соктар, енді мынау екеуінен басқасы шығар, но басқаларын біз дәмін көрмегенбіз. Сондықтан да осы видеода біз Мерей екеуміз осы сусындардың дәмдерін көздерімізді жұму арқылы табатын боламыз. Кімде көп очко болады, сол адам ұтады. Кім ұтса, соған приз болады, мына соктардың барлығын сол адам алады. Сондықтан да бірге осы видеода қайсымыз ұтатынын соңына дейін көріп біле аласыздар. Ендеше видеомызды бастайық. Сіздер лайктарыңызды қойып отырыңыздар және де арнаға тіркеліп комментария кім ұтады деп ойлайсыздар, соны жаза кетіңіздер. Видеоны бастаймыз. Алғашқыда қазір осылардың беттерін ашып шығамыз суларымыздың. Және де бізде осындай трубочкалар бар. Қазір барлығына осыларды салып шығатын боламыз. Біз барлық сусындарымызға көріп тұрғандарымыздай трубочкаларды қойып шықтық. Және де қазір бізде повязкаға осындай нәрсені алдық. И осы арқылы көзімізді жұмып вкустарды табатын боламыз. Кім бірінші бастайды? Әдеттегідей шешейік. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Бұл жолы мен ұттым, және де Мерей бастайды ма? Енді Мерей бастайтын болады. Мерейге бірінші мен беремін суды. Ой, шашым бәріне көтті. Көрініп тұрған жоқ қой? Көрініп тұрған жоқ. Все, точно? Точно. Ендеше мен бастаймын. Так, мына жақта барлық сусын әртүрлі да. И біз Мерейгіміз негізі ешқайсысын дәмін білмейміз да. Қазір енді көрейік. Бірінші мен бергім келіп тұрғаны ол осы сусын болып тұр. Осы сусынды беретін болам. Қойш? Осы сусыннан бастайық. Ұстамайсың, мен саған ашын берем, алдын саласың. Сен дәмін көрмеймін? Көрмеймін. Не нәрсе мынау? Дәмі түрлі ойнан соттың. Бұл бізде осындай сусын. Басынан берші. Не мәлі дәмі түрлі ойнан? Үшеуде екі ақ попытка бар. Сен уже екеуін де қолдан қойдың. Так, что там енді? Есақта анау арбузный нәрсе бар ғой. Сонда мне ұқсайды. Шығарайын білмеймін басқа. Арбуздың дәміне ұқсап тұр несі. Енді қайсысы ойлайсың? Арбузды ойлаймын сол. Енді көзіңді аш. Бұл бізде мынау су болатын, фанта. Иә. Дәмі бір. Бұл бізде фанта болатын. Бірақтан со вкусом не екенін белгісіз. Саған неге ұқсады? Бұны табу керек. Қандай вкус ұқсайтынын? Арбузға ұқсаған жер. Мен ойладым мынау ұзақ деп. Иә, очко жоқ, әзірге ұтылып тұрсың онда. Қазір енді менің кезегім. Ал давайте енді Алияға беретін согым менің мынау болады. Мынау сок. Детский сок екен білініп тұр. Біз екеу алғанбыз, еще одан дада или мой деген. Біреу салады. Мультифрут қой. Мой деген. Мой деген ба? Сол сияқты, блин. Или Точно. дада. Я мой деген деп ойлаймын. Давай аш. Бұл мой деген сок. Ура! Бәсе? Ұқсады, күшті дәмі. Көзім ауырып кетті. Уже бізде бір сок отмена болды. Бір суды таптым мен, маған бір очко. Қазір мен кемдім. Ал енді қазір мен беретін су. Саратхед. Мен Мерейге мына жақтан мына сусынды бергім келіп тұр. Осыны. Мен дым таппайтын сақтамшы. Не бәле, бәрі газировка. Нәнің дәмі уже приятный екен. Мен уже не сок алғанымды қалдым. Анау ше? Анау ше, қандай ше?
Bubblegum еді, сонда алдық па? Чупа-чупс еді, не еді? Кәм басына бір рет жейді, салышын көрейін. Болды осы негізі 2 рет шығып қойдың ғой? 3 рет еді. 2 рет седік. Гранаттармен. Көзіңді аш. Қате! Бұл бізде Маринда деген сұқ болады. Мереде что-то бұл жолы дұрыс сезбей жатыр ма дәмдері. Енді қазір менің кезегім, мен тапсам өте күшті болатын еді. Саған негізі оңайынан бастадым, сен қайнаға ішесің, таппай қаласың айтам. Біз қазір береміз, біз мына тұрған сокты береміз, мына тұрғанды, давайте. Ішпесе көп. Не бәле? Дәм бір түрлі ғой. Басын бер. Дәм бір қызық қоймаған. Негізі дәмінде не сезіліп тұр етейін ба? Газировка енді қатты шығып тұрғаны. И плюс, мен ойымша, не даты? Виноград. Вот. Ойбай. Арбуздың дәмі шығып кетті. Ойымша бұл чупа-чупс деген сусын деп ойлаймын. Шама? Дұрыс. Чупа-чупс. Қош? Дәм бір қызық басқаша. Я? Вообще бір түрлі, я? Алия уже 2 сок тапты, мен әлі отыр бұлжырап. Точно табам. Давайте түрлерін көріп аламыз. Ал давайте Мерейдің кезегі. Мен бұл жолы Мерейге мынау сусынды бергім келіп тұр. Ой, ішуге дайынсың ғой. Не болды? Не болды? Мынандай білесің ба? Апельсинді прям андай қоспасыз алып мұржып су қылып сақылған ғой. Прям жаман апельсин дәм шығады. Конечно, натурально ғана. Апельсин. Дұрыс таптың, иә. Ну, Мерей өзі біліп тұрғаны осы болып тұр, иә, осыны айттың ғой. Иә, осы айтып. Ну, қандай екен, мен бұның дәмін вообще білмейді екен менде. Түрі бір күшті да, әдемі болып тұр. Натуральный болып жүр менде. Bir türlü Birden bir türlü onun. қоспасыз дұрыс жасаған. Ішінде андай нелер жүр ғой. Апельсин крошкалар жүр ғой. Натуральный ғой, шынымен. Мерей наконец-то біреуін тапты. Мерейде 1 очко, менде 2 очко. Қазір менің кезегім болады енді. Короче, мен Алияға мынаны беремін. Не? Ненің дәмі шыққанын сезбей қалсын, бірінші попыткада бар ғой. Вообще қиын болып кетті что-то. Тағы бір попытка болды. Іші? Шыр жазу ғой? Іші? Құмаш Мерей. Болды өтпағатсың ба, бәлә? Арбуз и клубничный дәм. Ешқандай гуд емес бұл фанта. What's a фанта? Гуд айттың ғой, иә? Ой, бұл. Мерейге біз қайсын береміз? Давайте Мерейге мынаны береміз. Кешке сақтап атқан сияқтысың. Жасты қойды. Мынау дәмді мен көрмеген бағана. Сен қарашы, молынан беріп жатырмын ғой. Мерейге толтырып. Бағана фантаны беріп тұрсың сен әлі. Бағана фанта өтейм. Қайсы фанта? Бұл бізде мынасы болатын. Бір зидан бер. Қойыз бізде ма? Қиын ғой деп тұрғанда бізге точно. Мерейді әдейі шатастыру үшін мынаны бергенмін ғой. Біліп тұратын фанта деп айтатыны сол үшін. Берек мына. Мынаны беремін, айтпаш. Мына не ғой? Маринда ма? Сол апельсиновый. Сол. Ол емес. Қайсысы? Миринда. Маринда деген бұл шақты. Үстіптім ғой еді. Менде 3 очко болып тұр. Дәл тек қана 4-ақ сусын қалды, және де қазір осы 4 сусынды табу керекпіз. Мен мына жақтан енді мына сусынды бергім келіп тұр. Банан. Кей, бір сондай су. Еритеске заттым. Жоқ, банандар мен сары мына жақта тұрған су. Дұрыс, Бали. Иісі бар емес па? Кәдімгідей тәттімдей банан иісі шығып тұр да.
күшті күндемі? Тәтті ғой. Бір қызық да ме? Басқаша. Алияда үшеу. Қазір мен ұтып кетуім мүмкінмін. Менде шанс бар әлі. Уже примерно біліп тұрмын, қай екеу екен. Мен береміз. Ей, ішпедің да ғой? Осындай болады. Ішпедің да. Бұл жерде бірақ пап тұрдық әлі. Кетші бар? Қиын ғой мынау. Фанта деп ойлаймын. Сол oldu ма? Қойш? Иә. Шынымен де? Мен ажыратыламын, иә. Жатам деп ойлайсың ба? Иә. Кеттік ал. Мен беремін. Яблочный сок десең. Жүз попытка берейін? Вообще, сезір керек жоқ. Фанта. Уверена, фанта деп мен жуғаған. Жапырасанда. Üstü öyle bir miri вечно oturur. Екеуің дәл можешь, нервно секілден сақтадан. Зүй ғой. Басынан да. Таптым мен, білем мен. Көт бір бәле деген ғой. Клубника и арбуз. Точно? Иә. Өз сенімдісің бе? Неге қойсың? Не болды, әлі? Дай өтірдім, не болды? Бәсе. Мен өзі нан дәмін сездім. Таптым ғой әмен? Таптым. Қиын екі сок бар бізде. Вообще ажырата алмаймыз қазір не болатынын. Біреу үшін өте қиын сәт келді. Біреу газировка, біреу үшін ондай. Мен біреу үшін қиын. Беремін мен. Ай, Папандағы қызлап тұрды. Көзін ашма. Да. Да. Менің бүкіл соктар үшіргеймін. Традиция ма? Соңғы сенің затына көзінжем. Болды. Менде выборда өте қиын нәрсе тұр. Ол фанта және фанта. Мысалы бұл фанта. Дұрыс емес, не қойды. Мен саған мынаны бердім, сен маған фанта дедің. Дұрыс емес. Бәсе. Пивандан жасалған, қалай тапқан нелерімізді қанша таптық? Үшеу-ақ кішкентай, бірақ Менде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мен 5 сусынды тапқан болатынмын. Екеуміз болатханадан бәрін алып келген. Мынау сусынның барлығы енді менікі. Жоқ, мен бұл сусындарды өзден ішемін енді. Таптым мен. Можете поздравить. Давай. Достар, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамыз. Ұнаса әрине де өздеріңіз білесіздер, лайктарыңызды қойыңыздар, аямай. Комментарияға өз пікірін жазып, және де арнамызға әлі де тіркелмесең тіркеліп кет. Угадай вкус дегеннің екінші бөлімі ұнаған болса, әрине білесіздер өздеріңіздер не істеу керек екенін. Үшінші бөлімін қаласаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер, тағы да ненің дәмдерін біздің тапқанымызды қалайсыздар, соны да идеяларыңызды жазыңыздар. Сіздермен болған біз Алия Мерей. Келесі видеода жолыққанша, пока-пока!